Кеше 14-ші мектеп деп атыр, гимназия дейма, соған біздер барып орналастық. Пойыздан түскеннен біздерді күтіп алды. 6 автобус, 7 автобус, еше меневендер бар, Алла разы болсын. 14-ші мектепке апарып орналастырып атыр, жан-жаққа апарып атыр, жағдайларың жақсы ма деп секунд сайын ана Алла тағаланың бір дұғасы бар еді. Сұрап та үлгермейсің, сіздерге беріп атады дейтін бір дұғаны тыңдап едім мен. Сол мен айтам, Алладан дұға тіпті сұрап та үлгермейсің деген. Кеше бізге не керек деп сұрап та үлгерген жоқпыз, айтып та үлгерген жоқпыз. Бірақ бізге келе сала мешіттен де келіп атыр имам мына кісі, одан әкім келді, одан медсестра келді, врач келді, тіпті қасындағы көршілер келді, мұғалімдер келді. Мына 14-ші мектептің мұғалімдеріне тікесінен түктіріп бүткіл қызметін жасап жатыр. Алла разы болсын сіздерге. Мына бүткіл халық болып көмектесіп жатыр екенсіздер. Халық болып сіздер бір жерге қор жинап, соны бөлісіп беріп жатыр екенсіздер. Сіздерге Алла разы болсын. Сіздерге өте ризамыз, жүректен шыққан сөз. Біз далада қалмаған екенбіз, қазағымыз бар екен, еліміз, жұртымыз бар екен. Ауылдағы ағайындар аман болсын. Мына суымыз әйтір тоқтап, барынша арты қайырлы болып, жақсылыққа кетсін. Құсарлы халқым бәрі суға кетті. Оларға сабыр берсін. Біздің ембіміз, өзімізге ауылымыз бірақ жолмен кіріп, бірақ жолмен шығып жатыр. Жан беріп, жан көріп, күні түн аянбай еңбек етіп, топырақтарын салып, жиған жердің бәрін ауылда алып қаламыз деп жанталасып жатыр. Жігіттерге, қыздарға, ауылдың үлкендеріне бәріне рахмет. Біздер бала-шағаны алып, алаң болмасын деп шығып кеттік ауылдан. 8 автобус кісі келіп, солдаттар келіп, сигнализация ойнап, шығыңдар, болыңдар деп біздерді алып шықты. Ер азаматтарымызға салмақ болмасын деп, ертеңгі күні өздері шығып кететін жағдай болатын болса, біз бұларға жармаспайық деп, бала-шағаны алып, көңілдері тоқ, сол жерді алып қалуға тырыстын деп біз шығып кеттік. Сіздерге мыңнан бір алғыс, сынықшысына дейін келіп жатыр, қайерлерің ауырып тұр деп, тіпті аяғынан жүре алмай отқан бізде науқас адам бар еді, тіпті 2 клапан жүрегінің 2 тамыры бітеп қалған екен деп жатқызып сол жерде ем жасап, мына кісі маған шоқ келіп, Жұмагүл мені қараш, аяғымнан жүріп кеттім деп жүгіріп келгенде шошып кеттім мен мына кісіден. Кеше жүре алмай отқан адам еді ғой, келді сүйемел деп. Алла разы болсын. Мына әкім мырза атында білмей жатырмын, келіп жатыр. Қаншама блогер, бизнесмендер келіп жатыр. Рахмет, қыздар келіп жатыр, қаншама бизнесменбіз деп жатыр, халықпыз деп жатыр. Алла разы болсын сіздерге. Пейілдеріңіздің кеңдігі көріп жатырмыз, дархан даламызда екен. Рахмет. Мына ауылдастарымызды көріп, құшақтасып, көрісіп жатырмыз, ауылға келгенде болып жатырмыз. Аман есен ауылымызға барайық, қауышайық. Сіздерге мыңнан бір алғыс. Алла сіздерге тек сауаптан бере берсін. Осы бізге жасаған бүткіл қызметтеріңізге Алла мың еселеп сауап берсін деп айтамын. Білмеймін енді бұл апаттың қайдан келді дейтіні жоқ қой. Мүмкін тәубені ұмытып кеттік па? Жүрекке дүние кіріп кетті ма? Жүрекке ақша кіріп кетті ма? Бәсекелесіп кеттік па? Жас екен, мынау бір солып тұрған адам екен, сумаңдап демеңіздер. Бірақ менің түсінгенім, жүрегімізге дүние кіріп, тіпті Алланы ұмытып кеттік па деп ойлаймын да. Бәсекелестік. Анадан оссам, мынадан оссам. Кеше көрдік қой үйден шыққанда. Ештеңемде қажет жоқ екен. Мен дүние қолдың кірі, мал бір күндік дегенде неге айтады осы адамдар? Мал деген өлгенше керек емес па дейтін едім. Жоқ, қолдың көрі бір күндік дегенді кеше түсіндім. Мен қимайтын зат бар ма деп артыма қарап едім. Ештеңемде қиған жоқпыз. Бір киіммен баламызды алдық та шығып жүре бердік. Көрдіңіздер ма? Дүние, мал, қолдың кірі бір күндік екен. Уақытша нәрселер екен. Адамның пейілі қалады екен. Сіздердің пейілдеріңіз жүрегімізде. Жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді. Алла разы болсын сіздерге. Рахметтен басқа айтарымыз жоқ. Мына Тұрғызба халқы, Құлсары халқы сіздерге мыңнан бір алғыс айтады. Мыңнан мың бір алғыс айтады. Рахмет сіздерге. Бүткіл әлем болып көмектесіп жатыр. Бүткіл әлем, бүткіл Қазақстан болып, халық болып көмектесіп жатсыздар. Сіздерге тек үйіп төгіп осы пейілдеріңізге бере берсін. Жақсы, рахмет. Алла разы болсын.